Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Оркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар легі және студияда мен Толқынбатталова. Алдымен басты жаңалықтарға тоқтала өтсек. Күл қоқыс үшін айыппұл қаланы ластап, құрылыс қалдықтарын тастаған балқашты 43 мың теңгесінен қағылды. Қарағандының бір тұрғыны ұсталды. Ол біздің Балқаш қаласына келіп, үйлердің қабырғаларына және де басқа да бекітілмеген жерлерде хабарландырулар ілген үшін. Білім саласындағы өзгеріс үш тілдікке мұғалімдер мен оқушылар не дейді? Мектепте үш тілділікті енгізу үшін менің ойым бойынша бірінші мұғалімдердің талабы жоғары болу керек. Осы және өзге де қала жаңалықтары бірер сәттен кейін. Жергілікті полиция қызметі қаланы ластаушылармен күрес жүргізуде. Олардың құрығына бір аптаның ішінде 15 адам түскен. Темекі тұқылын жерге тастағандар, пәтерден шыққан қоқысты арнайы жәшікке салмағандар, немесе үйдің жанына қойып кеткендер енді айыппұл төлейді. Ал оның көлемі қомақты 20 мыңнан басталады. Айта кетсек, полицейлер құрылыстық материалдардың қалдығын мешіттің ар жағына тастамақ болған азаматты қолға түсірген. Енді ол ел қазынасына 43 мың теңге төлейтін болады. Сондай аялдамаларға, подъездің есігіне және бағаналарға жарнама қағаздарын іліп жүрген сауда ұйымдарының өкілдері де қомақты айыппұлмен жазаланған. Және қолдарындағы хабарландыру парақшалары да тәркіленді. Осыдан 2 күн бұрын қаламызда Қарағандының бір тұрғыны ұсталды. Ол біздің Балқаш қаласына келіп, үйлердің қабырғаларына және де басқа да бекітілмеген жерлерде хабарландырулар ілген үшін. Осы құқық бұзушылық жасаған үшін аталған азаматқа 63.630 теңге мөлшерінде айыппұл салынды. Себебі бұл құқық бұзушы осындай құқық бұзушылық жасаған үшін екінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Қала тұрғындарына құлақ қағыс, егер де істемей жерге қоқыс тастаған адамды көрсеңіздер, фотоға немесе видеоға түсіріп алып, біздің редакциямызға өткізіңіздер. Ал материалдардың барлығын біз атқарушы органдарға жібереміз. Кейін полицейлер ереже бұзушыларды анықтап, заң бойынша тәртіпке шақырады. Қарағанды облысы 5-ші орында, алайда бұл жақсылық емес. Өйткені соңғы санаққа сәйкес Қарағанды облысы қылмыстық оқиғалар тізбегі жағынан 5-ші орында тұр. Соңғы 3 айда облыс төңірегінде 8143 оқиға тіркелген. Оның тең жартысы орта дәрежелі болса, 734-і ауыр қылмыс және 74-і аса ауыр қылмыстық факті болып тіркелген. Сондай қалғаны қылмыстық құқықты бұзғандар ретінде есепке алынған. Ал мұндай қылмыстық оқиғалардың көшбассын республика бойынша ең ірі қаржы орталық саналатын Алматы қаласы бастап тұр. Одан кейінгі кезекте Елорда, Астана және Оңтүстік Қазақстан, Алматы облысы. Елбасы тамақ тауып жеңгелсе, тіл білу қажет дегенде 2019 жылдан бастап еліміздегі мектептерде білім беру жүйесі үш тілдікке ауыспақ. Ал мұнда жаңа жылдыққа балқаштық мұғалімдер дайын емес болса, оқушылар оңтайлы нәтиже берері анық деп отыр. Білім беру реформасындағы өзге де жаңалықтар келесі сюжетте. Қаламызда бірінші болып қазақ, орыс және ағылшын тілінде сабақ беріп, үш тілдікті сынақтан өткізген мұғалімдердің бірі Гүлмира Шегирова. Информатика пәнінің білікті ұстазы бұл жаңашылдыққа әлде болса дайындық керектігін алға тартуда. Себебі шет тілін балалар түгілі білім берушілердің өздері жетік білмейді дейді. Мектепте үш тілділікті енгізу үшін менің ойым бойынша бірінші мұғалімдердің талабы жоғары болу керек. Яғни мұғалімдер үш тілде еркін сөйлей алу керек. Ал мұғалімдер еркін сөйлей алмаса, онда баладан не күтуге болады? Яғни бала үш тілде сөйлеу үшін, бірінші класстан бастап оған осы үш тілде білім берілу керек. Мұғалімдер арнайы оқуларын бітіру керек, яғни үш тілділік бойынша. Десе де білім министрінің айтуынша бұл білім реформасы 2017 жылдан бастап кезекпен іске аспақ. Алғашқысында 5 мен 7 сынып оқушылары Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиетін тек қана қазақ тілінде оқып, дүниежүзі тарих пәнін орыс тілінде меңгеретін болады. Ал 2019 жылдан бастап ағылшын тілі білім саласына еніп, оқушылар химия, физика, биология, информатика пәндерін шет тілінде оқиды. Әрине бұл сынақ 10 мен 11 сынып оқушыларына жүргізілмек. Меніңше дұрыс деп ойлаймын, себебі Қазақстан Республикасының президентіміз өзі алдағы уақытта
үштілділік деп мақсат қойып отыр. Үштілділіктің ол оңтайлы жағы да бар. Bir жағынан қарап отырсақ, мысалы халықаралық тіл ағылшын тілі деп ойланып табылады. Ағылшын тілін білу бір жағынан баланың ой өрісін дамытады. Екіншіден халықаралық шетелге шығып жатқанның өзінде оның жауап беріп, жаңағы халықпен араласуына үлкен бір рөл атқарады деп ойлаймын. Ал биылғы ұлттық бірыңғай тестінің жаңалығын біздің түлектер де пайдалана алады. Мәселен, ұлттық сынақты кім тапсыра алмай, 50 балдық межеден өте алмаса, тамыз айының соңында екінші рет тестіні тапсыруға мүмкіндіктер бар. Бірақ та оқушыларға арналған мұндай жеңілдіктің құны 2242 теңге тұрады. Және онда түлектер 2,5 сағаттың ішінде 4 пән бойынша білімдерін қағаз бетіне түсірулері тиіс. Айта кетейік, биыл Балқаш, Пірәдер және Ақтоғай аудандарынан барлығы 416 түлектің 302-сі ұлттық бірыңғай тест тапсыратын болды. Проведение тестирования будет. Жаңа заңға сәйкес ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, межедегі 50 балды ала алмай қалған қолдарында сертификаттары бар түлектер екінші рет тест тапсыра алады. Ол үшін министрлік бекіткен жоғарғы оқу орындарына барып, тамыз айының 10-на дейін өтініш жазады. Ал қайта тестілеу тамыздың соңында жүргізіледі және онда оқушыларға 2,5 ғана сағат уақыт беріледі. Тоқматталова, Асқат Тоқбаев, Өркен Медиа. Қазақстандық адвокат Жангелді Сүлейменов елде тұрақтылықты сақтау мақсатында әлеуметтік желілерді уақытша жабуды ұсынды. Өйткені ғаламторда былық көп. Соңғы кезде ұлтаралық және діни алаусыздықты тудыратын ақпараттар жиі таратылуда. Бұл жерде әлеуметтік желінің қоғамдық пікірге әсер ететінін ескерген жөн. Заңгер сол себепті виртуалды әлемнің жұмысын реттейтін заң қабылданғанша оның қызметіне уақытша тосқауыл қою керек деп санайды. Ал бұған балқаштықтар не дейді, қандай пікірде, ол туралы келесі сауалнама айдарында. Балаларға дұрысқар көп отырады енді компьютерден алдында. Олар қозғалу керек қой, далаға жүгіріп кету. Ал көбіне солар үйде то соткамен, то жаңағы компьютермен отырады. Қазіргі жастар тым қатты ғаламторға беріліп кеткен деп ойлаймын мен өзім. Өзім мен де жаспын. Соның ішінде былай қарасаң, ылғи да былай кітап оқу қазіргі, енді кітапханада қарасақ, жастар қазіргідей бұрынғыдай жүрмейді кітапхана. ВКонтакте, WhatsApp дегендер, Facebook, солар керек деп ойлаймын. Мысалға да, мен анам бір жақта болатын болса, біз солармен сөйлесе аламыз, сондай арқылы. WhatsAppта ешқайда отырмаймын, оған маған еш қатысы жоқ. Қиын жағдайлар, адамға жаман тиеді, жас балаларға қиын болады. Неше түрлі басқа да нелер шығарып жатыр дінге қарсы. Оны сондайларды жоюға болады, енді әлеуметтік желіні жою дегенге қарсымын. Ал былай әлеуметтік желі деген мысалы достармен әңгімелесуге, сабақ жайлы мысалы болады ғой енді. Білмеймін, вообще без разницы. Салса сала бересің. Егер запрет қойып тұрса, вообще қолдамай жүре бересің ғой. Былай да өмір сүруге болады ғой, по идее. Жалпы Қазақстанның өркендеп дамуы үшін бір жағынан әлеуметтік желінің пайдасы бар. Ал оқушылардың жаңағы сабағы жағынан келетін болсақ, онда оған тыйым салу керек деп ойлаймын. Заң керек, заң қарастыру керек кішкене. Кішкене тәртіп болғанда енді мысалы сообщениелер жібергенде енді керектілерді ғана жіберу керек қой. Беталды құрылысқа жындыларды жіберуге болмайды оған. Пайдалы заттар ғана, басқа заттарды заң қарау керек қой. Ал синоптиктер алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде күн суытады деп отыр. Еліміздің орталығы мен солтүстігі және шығысында жаңбыр жауып, тіпті қардың түсуі де ықтимал дейді. Ал Қарағанды облысының ауа райының температурасы -3-ке дейін төмендеуі мүмкін. Бірақ та балқаштықтардың алаңдауына еш негіз жоқ. Себебі суық біздің қаламызға жетпейді дейді мамандар. Алдағы сәуір айының 28-29 күндері Балқаш қаласында күн ашық, ауа райы қолайлы болады деп күтілуде. Түнде ауа температурасы 11-13 градус болып, күндіз 20-22-ге дейін көтеріледі. Бүгінгі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Алда орыс тіліндегі ақпараттар легі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.